Ару жайықтың жағасын жапырақпен көмкеріп, тағы бір көктемнің мамыр айы келді. Алайда бұл кез біздің жадымызға сол бір жылдың қайғылы да мұңлы күндерін еріксіз еске алдырады. Сондай күннің бірінде отбасының алып бәйтерегі болған асыл әке, адал азамат Жексенбаев Берік Қуанұлы 2025 жылдың 25 мамырында 60-тан асқан шағында мәңгілік сапарға аттанып еді. Жексенбаев Берік Қуанұлының өмір жолы еңбекпен өрілген, қарапайымдылық пен жауапкершілікке толы ғибратты ғұмыр. Берік Қуанұлы 1965 жылы Сарайшық ауылында Адай руының Құнанорыс бөлімінің қарапайым Қуан әкемізбен Қалжан анамыздың отбасында дүниеге келіп, балалық шағын туған жердің таза ауасында, ауылдың дархан тіршілігінде өткізді. 1972 жылы Сарайшық орта мектебінің табалдырығын алғаш аттап, білім нәрімен сусындайды. Мектеп қабырғасында өзінің сабырлығымен, еңбекқорлығымен көзге түсіп, 1980 жылы 8 сыныпты ойдағыдай аяқтап, білімін одан әрі жалғастыру мақсатында сол ауылдағы кәсіптік техникалық училищеге оқуға түсіп, механизаторлық мамандығын меңгереді. Бұл оның өмір жолын айқындаған маңызды қадам болды. Әкесі Қуанға тартып, жастайынан техникаға жақын болып өскен. Берік өз ісіне тиянақты, жауапкершілігі мол маман ретінде қалыптасты. 1983 жылы азаматтық борышын өтеу үшін әскер қатарына шақырылып, Әзербайжан елінің Баку қаласында өтейді. Әскерде шыңдалып, тәртіп пен төзімділікті бойына сіңіріп, отан алдындағы парызын абыроймен атқарып, елге аман есен оралады. Еңбек жолын туған ауылында бастап, тәжірибе станциясында жүргізуші болып қызмет етеді. Кейінірек Атырау қаласына қоныс аударып, Игілік сервис, компания ГИС, Каспиан Offshore Construction мекемелерінде механик жүргізуші болып еңбек етті. Қай жерде жұмыс жасаса да, ол адал еңбегімен, ұқыптылығымен, адамгершілігімен әріптестерінің құрметіне бөленген жан болды. Өмірінің соңғы жылдарында автопарк мекемесінде жүргізуші болып, қызмет атқарып, маңдай термен адал нан тауып, отбасының тірегі бола білді. 1987 жылы өмірлік серігі Зульфиямен шаңырақ көтеріп, берекелі отбасының іргесін қалайды. Екеуі бір-біріне тірек болып, ұл-қыз тәрбиелеп өсірді. Алайда өмірдің сынағы да аз болған жоқ. Ұлы Әсет 7 жасында ауыр науқастан көз жұмып, бұл қайғы олардың жүрегіне мәңгілік жара салды. Соған қарамастан Берік Қуанұлы өмірдің ауыртпалығына мойымай, отбасы үшін бар күш-жігерін салып, қалған балаларына мейірім мен қамқорлығын сыйлап өтті. Қыздары Альбина мен Арайлымның арқасында құдағилы болды. Құдағилармен өте жақсы қарым-қатынаста болып, оларға төрден орын ұсынып, жақсы араласып, сый-құрмет көрсетіп жүрген абзал жан еді. Қыздардан тараған Мұстафа, Сүлеймен, Сафия, Имара, Мүсілім, Мұхаммад атты жиендерін көріп кетті. Ұлы Арман әкесінің жоқтығына сене алмай жүр. Әкесі оның отау құрғанын көрмесе де, жақсы азамат болатынына сенімді болған еді. Берік қайын жұртымен де өте жақсы араласып, балдыз бажаларға деген құрметін ешқашан аямаған.
Өмір неге өкінішті тұрады? Шешілгенде бұл жалғанның сұрағы. Қара бұлты қайта басып қайғының, қатал тағдыр тағы бізді сынады. Жапырағын жарық күнде жылатып, жайылғанда енді ғана бір атып, бір әулеттің діңгегіне айналған бәйтеректі кетті тағдыр құлатып. 60 жасын тойлады да гүл етіп, бір ай ғана жаңа жасын түлетіп, келмесіне кеткеніне қол бұлғап, қалды міне сағынышпен жыл өтіп. Қалды артында аңыраған анасы, қос гүлімен жары арман баласы. Асқар тауды құлатпауға амал не, бауырлардың болмады ғой жарасы. Ұрпағына жан жылуы төгілген, әсет ұлы ерте кетті өмірден. Арайлым мен Альбинасын ерекше жақсы көрді, қамқор мейір көңілмен. Еңбек етті, абыроймен терледі, өмірінің ұрпақ болды өрнегі. Ақ бейілі шуақ шашып жүретін, арманының қызығында көрмеді. Санамызда шырқалады салқын ән, 4 қыз қалдық жаралы боп жетеуден. Жан бауырым, кеттің бе ерте сағынып, серігің мен ерігіңнің артынан. Енді тілек, аман жүрсін арманың, анасына сыйлап өмір бар мәнін. Жатқан жерің жайлы болсын берігім, салғанына көнеміз ғой Алланың. Азаматың, ниетіңмен көгерген, құрдас достың құрметіне бөленген. Жатқан жерің жайлы болсын жұмақта, дұғамыз тек нұрын шашсын төбеңнен. Атар әлі отбасында таң күліп, атың тұрар ортамызда жаңғырып. Анаң, бауыр, ұл қыз, іні жиендер, ұмытпаймыз нұр бейнеңді мәңгілік. Берік Қуанұлы өз ісіне адал, отбасына қамқор, туған туысқа жанашыр, кең жүректі азамат болды. Оның қарапайым болмысы, адамгершілігі мен еңбек сүйгіштігі оны танитын жандардың жүрегінде мәңгі ұмытылмайды. Жатқан жері жайлы, топырағы торқа, иманы жолдас болсын. Артында қалған ұрпағы мен жақындарына сабыр тілейміз. Оның жарқын бейнесі, жылы сөзі мен шынайы күлкісі жүректерде мәңгі сақталады. Алыста аяулы қалды ұлы, аңсаумен күтеді ол да ұлы. Қалды қапыста қоштаса алмай, сені сағындым жан бауырым. Бір жүрген күндерді ұмыта алмай, бір жола өшті ғой үміт арман. Елеңдеп жүремін ертелі кеш, кездесіп қалардай өзің алдан. Елеңдеп жүремін ертелі кеш, кездесіп қалардай өзің алдан. Бір жүрген күндерді ұмыта алмай, бір жола өшті ғой үміт арман. Елеңдеп жүремін ертелі кеш, кездесіп қалардай өзің алдан. Елеңдеп жүремін ертелі кеш,
ескесі қалардай өзің алда. Елеңдеп жүремін ертелі кеш, кездесіп қалардай